Шығармалары атқарылған уақытта айтылады, басқа уақытта еш айтылмайды. Сапарбай аға қазіргі уақытта біздің мектеплерде, университетте, пединститутта, көркемөнер институтында, консерваторияда оқулықтарға кіріп, бұл жерде бұл ақсақалдың өмірі, үйретушілігі артында мағлұматлар жастарға үйретіліп жатыр. Бұл нені білдіреді? Үйреткен шығарма екінші өмірі болып, сол адамды ұлықласа, сол адамның атын ядына салып тұрса, бұл үлкен бір байлық қой деп ойлайсың. Себебі Пушкин елі ешідің ұмытқан жоқ. Бердақты елі ұмытқан жоқпыз. Науайыны қайттан үйреніп жатырмыз. Сол бағдарда композиторлардың шығармалары, кей уақытлары, соңғы уақытлары концерттерде даже авторлардың аттары айтылмайтын болды. Шаярынан айтпайды, автордан музыкасын жазғанын айтпайды, тек қосықшыны айтады. Мақсат Өтеміровтың қосығы дейді. Бұл қосықты қадір жазғанын ешкім білмейді. Абылсұлтай Сұлтан қосығы текстілерін жазғанын білмейді ешкім. Сол нәрсе азмаз өкінішілді, себебі менің өзім композитормын. Аллаға шүкір дейміз. Сапарбай ағаны 1966 жыл Нөкіс қалалық музыка һәм хореография училищесіне оқуға келген ақтан бастап таныдым. Ұстаз болды бізге ол. Салбежі сабағын оқыдым. Дирижерліктен басқа мұғалімді оқыдым да, Сапарбай ағада дирижерліктен сабақ беретін. Біздерге Салбежі деген сабақ болды. Негізінде музыканың тек ары Салбежі, жастарымыз білсін деп ағыртпан. Салбежіні білсең, одан музыканың әмесін білесің. Құлағың естіп біледі. Одан танып білесің. Қалған жағын шертіп үйрене бересің ғой, минетпен шыға берген. Солдан тәлім алған адамға мен, мысалы үшін, сондан бері өмірдің ақырына жеген Сапарбай қасында жүрдім. Інісі болып жүрдім. Коллегасы болып, алдын оқушысы болып жүрдім. Кейін інісі болып жүрдім. Кейін коллегасы болып жүрдім. Кейін бір үлкен ақсақал деп алдымызға салып жүрдік ол ақсақал. Соның үшін мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Сол адамдармен бірге істескеніме. Олардың қасында олардың да көп болды. Бағанағы айтылған Құдайберген Тұрдықұловтан көргенбіз, Әбдірен Сұлтановтан көргенбіз. Бәрін айтып отыра бермей қойып. Солардың қасында жүрдік, бір нәрсе үйрендік. Уақытта мен композитор боламын деп ойлаған жоқ едім. Солардан үйреніп композитор болдым. Сонан кейін Сапарбайға Әлімжан Қалимовтың театрдың бас дирижері еді. Әлімжан Қалимовты Сапарбайға алмасты. Сөйерді театрдың бас дирижері болды. Біздердің бақытымызға, Сапарбайғаның басшылығында біздердің бақытымызға Қарабақстанда симфониялық оркестр жүргенін түсірді. Бұл 1981 жыл. Өткен асыр деген. Сол уақытта Сапарбайғаның бас дирижері даярлады, мені екінші дирижері даярлады. Сапарбайғаның қасында сөйледі жәрдемшісі, атқосшысы, інісі болып бірге жұмыс істеді. Әзірге занавесті көтерін? Занавесті көтерін? Мына оркестр, Сапарбайғаның оркестрі. Сапарбайға соны бірімлеп, әрбір музыкант біріліп, қасында менен бармады, бірімлеп штатқа алып оркестрді, филармонияда оркестрді жұмыс басылады. Бұл 81 жылы басыланды, жұмыс март айында, кейінен июль айында Татарстанда, Қазан қаласында Қарақалпақстанның мәдениет һәм көркемөнер, әдебиет һәм мәдениет күндері өтетін болды. Соған оркестр барды. Бір 3 ай, 4 айдың ішінде программа істедік, жақсы коллектив болып құралып басыланды.